Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында. Сөз киесі хабарында. Ассаламағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Сонымен ұят болады дегеніміз, өлімнен ұят күшті, ұятты істі істеме деген тыйым екен. Қазақ мұндайда жаным арымның садағасы деп айтады. Ал жақсы сөз жарым ырыс, жамандықтан аулақ жүр дейтін қазақ, жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат дейтіні бар. Мұндайда бір ауыз сөзбен жаман болады деп айтып жатады. Бүгінгі хабарымызға филология ғылымдарының докторы Ботагөз Мырзабайқызы қатысып отыр. Ұят болатын айттыңыз, жаман болатын айттыңыз. Енді обал сауап деген мәселені түсіндірсеңіз. Обал болады деген нәрсе. Қазір біз кішкентай кезімізде нанның ұсағына дейін жерге тастамайтынбыз. Нанның ұсағын қалдырмай жеп қоятынбыз. Ол бір жағынан обал болады. Қай кезде, мысалы, астың қалдығы, асты тастама дейді ғой негізі. Біріншіден, ол адамның өзінің алдына құйылып берілген ас, ол оның несібесі, иә. Екіншіден, ол ысырап деген нәрсе бар. Мысалы, ауылдық жерлерде мал ұстайтын болса, ит ұстайтын болса, қалған тамақты соған барып құяды, иә. Ол қажетті біреудің кәдесіне жарады әйтеуір, іске асты. Ал енді бет алды, қалай болса солай тамақтың қалдығының өзін тастай салу, ол нанға обал болады, мысалы, тастай салса. Екіншіден, көкті жұлма обал болады. Көктей солу деген бір ұғым бар ғой қазақта. Тіршілік иесін, жәндікті, бет алды өлтіруге болмайды. Ол да обал болады. Қандай да бір тіршілік иесіне зиянын тигізетін әрекет іс жасаса, сол обал болады. Ал енді сауап болатыны қалай түсіндіресіз? Сауап болатыны бүкіл қазақтың баласы оң мен солын танығаннан бастап үлкенге көмектес, ол сауап болады. Кемтарға көмектес, сауап болады. Мұқтаж адамға қайырымдылық жаса, садақаңды бер. Тәрбие ғой бұның бәрі. Бұның бәрі тәрбие. Сауап болған нәрсе адамның алғыс алумен бірдей ғой енді. Осы нәрселердің бәрі айналып келген кезде адамның адам деген атқа ие болуының бір көрсеткіші ғой негізі. Осы төртеуін санасына сіңірген қазақ, нені жасаса ұят болатынын білген бала сол нәрсені жасаудан тартынса, нені жасаса жаман болатынын білген бала сол әрекеттерден тыйылса, жаман болмасын десе, қандай іс-әрекеті белгілі бір тіршілік иесіне обалын тигізетінін білсе, ол енді айналасына зиянын тигізбейтін бала болады. Және қандай нәрселер, қандай іс-әрекеттер жасаса сауап болатынын білсе, ол соған ұмтылса. Міне адам төрт құбыласы тең болып қалыптасады ғой негізі. Хабарды қорытындылай келгенде, біз сөзге мән бермейтін болдық қой, ұғымдарға мән бермейтін болдық. Яғни бұны біз аталарымыздан білмедік, енді біз өзіміздің ұрпақтарымызға да айтпай жатырмыз деген сияқты. Енді осыны біз қалайда қалпына келтіріп, өзіміздің қазақтың дәстүр салтын, ұғым түсінігін біз жалғастыруымыз керек қой. Біз келешек ұрпаққа соны жеткізуіміз керек қой. Немесе ол жойылып кетуі мүмкін. Міндетті түрде. Бір нәрсенің өзі жойылған кезде атауы бірге кетеді. Біздің тұрмысымызда осы обал болады деген нәрсе, осындай тыйымдар болмаса, қазіргі мысалы қалай болса солай көшеде ешкімге зияны жоқ жерде өрмелеп бара жатқан құмырсқаны аяқпен мыжи салып, мысықтарды бір қинап бұрап отыратын балаларды көремін кейде. Құстарды ұстап алып мойнын бұрап отыратын балалар болады. Енді есі кірмеген бала болса, жарайды, енді тауықтың балапанын бір мыжып өлтіріп қояды деген сияқты. Ал енді санасы бар адам соны қасақана зиянын тигізіп отырса, ол әлбетте қауіпті. Өйткені сол әрбір тіршілік иесінің қандай да бір адамға болсын, басқа тіршілік иесіне болсын зиянын тигізген адам міндетті түрде өмірде оның зардабын тартады. Бірақ ол басқа жақтан бір соққы болып тиюі мүмкін, оны адамдар себебін біле бермеуі мүмкін. Ой, мынандай бір жамандыққа ұшырап қалды, білмеймін не болғанын деп басқа бір адамды кінәлап шығады. Ал шындап келгенде әр адамның өзінің жасаған іс-әрекеті, өзінің аузынан шыққан сөзі міндетті түрде оның алдынан келіп шығады ғой. Сол үшін не істеуіміз керек? Сол үшін тілімізге де абай болуымыз керек, қолымызды да жаман әрекеттен тыюымыз керек, және көздің де өзінің тыйымдары бар, көруге болмайтын нәрселерді көрмеу керек деген сияқты ғой. Саналы түрде. Саналы түрде адам бүкіл жамандық атаулыдан аулақ болып, ниетін, ойын барлығын тазалап, қолында өзіне де өзгеге де зиян тиетін әрекеттерден сақтандырып, тыйылу керек қой. Осы болады, болмайды деген нәрсені балаларға кішкентай күннен бастап сіңіргеніміз дұрыс қой. Кішкентай кезінде қалай біз оны жеткізіп айтамыз, ол өмір бойы қалады санасында. Әрине, әркім өзінен бастау керек.
Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, сіздер балаларыңызды қалай тәрбиелеп жүрсіздер? Ұят болады, жаман болады, обал болады және сауап болады деген сөздер сіздердің сөз қолданыстарыңызда бар ма? Жоқ болса, әлі де кеш емес. Ештен кеш жақсы деген. Ойланайық дегім келеді. Әуе толқынында сөз киесі хабары. Әр сөздің шығу төркіні болады. Кейде қандайда бір сөздер мен сөз тіркестерінің мәні мен мағынасын жете түсініп танып жатпасақ та, қажетіне қарай тиісті жерінде қолданып жатамыз. Жалпы әрбір сөз белгілі бір қажеттіліктен пайда болып жатады. Не бір тілден екінші тілге ауысады, мағынасы өзгереді. Кейде түпнұсқасы мүлдем ұмытылып, жаңа мазмұнға ие болады. Бүгінгі әңгімемізде кейбір сөздердің шығу төркініне арналып отыр. Құрметті радио тыңдаушылар, біз сөз киесі хабарында сөздердің шығу төркіні туралы да әңгіме етеміз. Ботагөз Мырзабайқызы, жалпы алғанда әрбір сөздің өзінің тарихы бар ғой, қалыптасу тарихы бар, шығу төркіні бар әрбір сөздің. Мысалы үшін мен білетінім зілдей деген сөз бар, бірақ ол зіл деген не нәрсе? Осы сияқты сөздердің астарын түсіндіріп бере аласыз ба? Біздің тілімізде белгілі бір сөздер бар, әсіресе ол тұрақты тіркестер. Неше жүздеген, мыңдаған жылдық тарихы бар көне сөздер бар. Ол көне сөздердің түпкі мағынасы, бастапқы мағынасы қазір ұмытылған, бірақ сөздің салты бойынша ол контексте, яғни қолданылу барысында түсініліп кете береді. Сондай сөздердің бірі зілдей. Зілдей десе біз ауыр, өте ауыр, салмағы ауыр деген ұғымдарды түсінеміз. Ал енді зілдің өзіне дегенде екінің бірі оны ажырата алмайды. Зіл деген орысша айтқанда мамонт. Кәдімгі адамдар алғаш аң аулауды үйренген кезде, мысалы, зілді аулағанын білеміз, тарихтан. Осы мамонт қазіргі пілмен енді тұқымдас деп айтуға болады, бірақ піл ол мамонттан, зілден жеңілірек деп саналады. Биологиялық түрдің бірі ол піл деген. А зіл оның бұрынғы көнерек, ескірек, баяғы заманда болған атасы дейміз ба, бір түрі ғой енді. Сонда тілімізде зілдей деген сөзде тұрақты теңеуде осы жануардың атауы сақталып тұр. Ал қазіргі тілімізде екінің бірі ол жануарды біле бермейді. Яғни біздің ата-бабаларымыз сол мамонтты, зілді білген ғой, соны көрген ғой, көргеннен кейін барып соған теңеп атау қойған ғой. Иә, міндетті түрде. Негізі тіршілікте, өмірде болмаған нәрсенің атауы болмайды ғой. Алдымен заттың өзін танимыз, оған сосын басқа ұқсас заттардан немесе жалпы басқа заттардан ажырату үшін оған атау беріледі. Сол атауымыз сөз ғой енді. Әр халықтың тілі, сөздік қоры неғұрлым бай болса, сол халық қоршаған ортаны соғұрлым жақсырақ таныған, жақсырақ білген деген сөз. Қай кезде адам атау береді? Екі бірдей заттың айырмашылығын түсінген кезде сол айырмашылықты нақты жеткізе алатындай етіп атау береді. Яғни көп деген тілдерде мысалы бір сөзбен аталып кете береді, ұғымдар. Неғұрлым әр ұғымның шекарасын, мағыналық жігін ажыратқан халық әрбір мағыналық реңктің өзіне сәйкес атау беріп ажыратып тастайды. Бұл үлкен тілдік білім негізі. Мысалы, дәл жаңағы зілдей деген сияқты тұрақты теңеулер тілдік білімді көрсетеді десек, дәл сол сияқты сол үлгімен жасалған тастай деген сөз бар. Тастай қараңғы, тастай суық, тастай ауыр дейміз. Мысалы, зілғара тас деп те айтады. Ауыр, өте салмақты дегенді білдіреді. Ал енді тастай қараңғы. Тастың суық болуы белгілі жағдай. Ағын судың астында жатқан тас салқын болуы мүмкін. Ал енді күннің көзінде жатқан тас жылуы мүмкін. Жылып кетеді ғой енді, таста өткізгіш қой, жылуды өткізгіш. Бірақ тастай суық, тастай ауыр десе түсінікті. Тастай ауыр ол салмағына байланысты. Тас енді жеңіл болмайды ғой. Ал енді тастай қараңғы дегенді қалай түсінеміз дегенде, қараңғы ол жарық пен қараңғыға байланысты ұғым ғой енді. Тастай қараңғы, тас қараңғы. Бұл сонау ата-бабаларымыздың қай ғасыр екенін біз нақты айта алмаймыз, бірақ тас үңгірлерді мекендеп тұрған кезіне соған барып тіреледі төркіні. Себебі тас үңгірге ешқандай күн де түспейді. Күн түспегеннен кейін жарық жоқ ол жерде, ол міндетті түрде қараңғы болады. Және күн көзінен келетін жылу да ол жерге жетпейді. Яғни салқын болады. Тастай қараңғы деген сол тас үңгірдің ішіне байланысты айтылған ғой. Ішіндегі адамның көзімен ешнәрсе көре алмай тұрғаны, тастай қараңғы, түнек болып тұрғанын сол тастай қараңғы деген сөз арқылы жеткізген.
тастай суық деген, мысалы суды айтады, тастай екен дейді. Тастай екен дейді, тас төбемнен шықты деп те айтады, мұздай қарып кетті деген сияқты. Айналып келгенде бәрі сол үңгірдегі тастан шығып отыр ғой. Күннің көзі жылудың да түспейтіні, жылымайтыны, жарықтың түспейтіні, осы бір ұғым бүкіл тілдік бірліктерге негіз болып отыр ғой. Тастай қараңғы болса да, тастай суық болса да сол. Қазақ деген кім дегенде есімізге түсетін қазақтың домбырасы деген сияқты бір ерекше біздің затымыз, ерекше дүниеміз ол киіз үй. Осы киіз үйдің ағаштан жасалатыны белгілі, соған байланысты белгілі бір аймақтарда қара үй, ағаш үй деп те айтылады. Сол киіз үйдің құрылысын айтар болсақ, шаңырақ, уықтары, керегесі, есігі, сықырлауығы, босаға деген сияқты, табалдырығы деген сияқты құрылысын айтатын болсақ, қазақ осы қатты заттан жасалатын, ағаштан жасалатын киіз үйдің қаңқасын сүйегі деп айтады. Сүйегі ауыр екен, сүйегі деген кезде не себепті осылай айтады дейміз? Адамның сүйегі болатыны, малдың, жануардың сүйегі болатыны белгілі қаңқа деген ұғыммен, бірақ не себепті киіз үйге сүйек деп айтып отыр? Осы жерде де сөздің түп төркініне барласақ, мән беретін болсақ, бағанағы зілді аулаған адамдар қаңқа ретінде сүйекті қолданып, күрке дейміз, лашық дейміз, баспана, шайла дегенде бір нұсқасы бар, жергілікті ерекшелік. Баспана жасаған, яғни өте ірі аңды аулаған кезде етін азық қып жесе, сүйегін алып баспана жасауға пайдаланған. Ал енді қалың терісін сол баспанаға жауып қалқа жасаған деуге болады. Сол ұғым зілдің сүйегінен жасалған баспана деген ұғым біртіндеп тұрақ, үй, қоныс жетілдіріле келе киіз үй пайда болды. Мысалы, өркениеттің бір жақсы үлгісі, жемісі. Сол киіз үйге бірақ атауы көшіп келді. Сонда ағаштан жасалған керегесі, уығы, шаңырағы барлығын бірге киіз үйдің сүйегі деп атайды қазақ. Тілімізде сол ақпарат қалып қалды. Нақты хронологиялық жағынан мұнанша 1000 жыл бұрын деп айта алмаймыз, бірақ тілде жас болмайды. Сөз төркіні. Сосын мынандай да сөздер бар ғой, мысалы, жай түсті дейді. Жайдың бірнеше мағынасы бар. Жасыл түсті деп айтады. Жасыл түсті дегенде найзағай түсті дегенге келтіреді. Екінші жағынан жасыл деген ол кәдімгі түс, жасыл түс. Мысалы, біз көк алма дейміз, көк шөп дейміз, бірақ шындап келгенде енді спектр бойынша айтсақ, түс бойынша олардың барлығы жасыл. Көк алма дейміз, бірақ орыс тіліне аударсақ енді зеленое яблоко болады ғой. Көк базар дейміз, көк сататын. Көк шөп, шындап келгенде шөптің, өсімдіктердің түсі аспанның түсіндей көк емес қой енді. Бұл жерде бір қызық нәрсе бар. Екінің бірі бұны түсіндіріп бере алмайды. Неге көк пияз дейміз, бірақ оны орысша зеленый лук. Неге көк дейміз? Енді шындап келгенде жасыл ғой. Бірақ мына тілде жүйе деген бар және норма деген бар. Норма ол қолданысқа байланысты қалыптасқан нәрсе, дағы да болып кетті. Бұл жерде жасыл сөзінің бұрынғы көне варианты нұсқасы яшыл, жас. Біздің тілімізде жас дегеннен шығып тұр. Жас, жаңа, балғын, енді бастап келе жатқан деген мағынада. Жасөспірім дегенде сол мағынасын аламыз. Ал енді көкті алсақ, жерге түскен дән болсын, отырғызылған бір көшет болсын, қандай да бір өскін, шөп, барлығы жерден өніп, су құямыз. Топырақтан нәр алып, ол көкке қарай ұмтылады ғой. Сол көктеу деген ұғым. Көкке қарай ұмтылып өскендіктен оған көк деп атау берген. Сол атау ауысып кеткен былайынша айтқанда. Ауыспалы мағынада көктеді. Мысалы, шыбықты немесе гүлді өсті деп те айтады, көктеді деп айтады. Көктеді, көктеу, көкке қарай өрлеу, өсу, өну. Бұл жерде қарғысты да бір айтып өтуге болады. Көктей солғыр дейді ғой. Енді көктеп келе жатқан кезде, енді көкке ұмтылып, яғни өсіп, жоғары қарай бағытталып, өсіп келе жатқан кезде солып қалуы мүмкін, су жетпей қалуы мүмкін, қурап қалуы мүмкін. Біреуге үлкен зиян тисе, нала болған адам көктей солғыр деп қарғаған бұрында. Сонда көктей солу, сол жастай кету, қыршыннан қиылу деген сияқты мағынада ғой. Ал негізі көкті жұлма дегенде қазақта тыйым бар. Ол енді көк шөпке зиян тигізбе, айнала қоршаған ортаға зиян тигізбе. Өйткені өзіміз білеміз, біздің өмірімізге ең қажетті нәрсе ауа десек, бір жұтым ауа, бір жұтым дем десек, сол дем алатын тынысымыз оттегіге байланысты ғой. Сол оттегіні бізге беріп отырған көк қой енді. Бүкіл өсімдіктер әлемі, яғни жерден өніп, көкке қарай өрлеп өсетін бүкіл өсімдіктер әлемі бізге қажетті оттегімен қамтамасыз етіп отыр ғой бізді. Сонда бұл жерде ол түсті білдірмейді? Түсті емес, көкке қарай өсу бағыты ғой енді. Осы жерде енді айтып кетейін, көк тәңірі деген
Бізде бір кішкене қате ұғым болған, көкке табынды. Біздің ата бабаларымыз көкке табынды дейді. Көкке емес, көк тәңірі, 7 қат көктің ар жағындағы тәңірінің бар екенін, оның біздің жаратушымыз екенін білген адамдар, біздің бабаларымыз көкке емес, көк тәңіріне, яғни көктегі тәңірге табынған. Қазірге дейін мысалы бір жақсылық тілесек, көкке қолымызды жайып, алақанымызды көкке қаратып тілейміз ғой. Осы нәрсенің барлығы сол 7 қат көктің ар жағындағы тәңірден сұрау ғой негізі. Түркі халқының көне түркі жазба ескерткіштері деген бар бізде. Ең ескісі 2 ғасыр деп айтылады. Ең бертіндегісі 8 ғасырға дейін. Архон, Енисей, Талас өзендерінің бойынан табылған үлкен көк тастарға жазылған тексттер, кәдімгі мәтіндер. Соның өзінде жазулы тұр: үзе көк тәңірі, асыра яғыз ер, қылынтықта екін ара кіші оғлы яратылмыш. Яғни үзе көк тәңірі, үстімізде көк тәңірі, асыра яғыз ер, астымызда қара жер, қылынтықта қылу, жасалу жаратылған кезде екін ара, екеуінің арасында кіші оғлы, кісі баласы, адам баласы жаратылған. Бұл жерде енді көк тәңірі деген әбден бір ұғымға айналып кеткен сияқты ғой. Жаратушы ол көкте, 7 қат көктің ар жағында деген сияқты. 7 қат болатыны, оның көк аспан екені, оның барлығы біздің ата бабаларымыздың санасында ешқандай дәлелдеуді қажет етпейтін ақиқат күйі қалған. Ал онда әңгімемізді қорыта келгенде, осы бүгінгі айтылған ойларыңыздан не ұғуға болады, не түсінуге болады? Жалпы кез келген сөздің шығу төркіні бар екендігін кейде біз оны білмей де жатамыз. Осы қайдан алған екен? Біз ана кейде орысшадан аударып ала саламыз. Орысшадан жаңа таптаурын сөздерді айтып жүре береміз. Біздің туыстық атауларымызда да солай. Бір атаумен барлығын бірдей атай береді. Ал қазақ мысалы туыстық атауларды әрқайсысын жік-жігімен ара-жігін ажыратып беріп отырған. Дұрыс айтасыз. Мысалы, қазақта отбасы құндылығы ең жоғары орында тұрды ғой негізі. Барлық нәрсе отбасынан алынатын тәрбиеге, отбасында алынатын білімге байланысты. Адамның бүкіл болашағы сол отбасында қаланған негізге сүйенеді. Бірақ өкінішке орай кейінгі кезде осы отбасының өзінде туыстық атаулардың өзін қалай болса солай бір-бірінің орнына ара-жігін ажыратпастан қолдану бар бізде. Бір жағынан бұл енді өзге ұлттармен араласу, өзге тілде білім алу, сондай нәрселердің салдары деп ойлаймын. Қазақ мысалы аға, жеңге, іні, келін. Осы нәрсені мықты ажыратқан, иә? Орыстарда шыны керек брат деген бір сөзді, старший брат деп алдына старший деген сөзді қосып, младший брат деп ініні солай айтады ғой. Олар солай ғана ажыратқан. Ал біздің қазақ аға, іні деп әрқайсысына дербес атау берген. Енді сол ағаның жолдасы, әйелі жеңге деп аталса, інінің қосағы келін деп аталады. Біз енді өкінішке орай қазіргі кезде барлығын бір сөзбен айта беру, орыстардың да бір әсері болуы мүмкін. Бүкіл күйеуді орыстар зять деп, жездесін де, күйеу баласын да бір ұғыммен, бір сөзбен айта береді ғой. Дәл сол сияқты әпкені де старшая сестра, младшая сестра деп, екінің бірі қай жағынан болса да нағаш әпкем деп бөлмейді, өз әпкем деп те айтпайды, әпкем деп немесе тәтем деп бір сөзбен айтып кете береді. Негізі осылардың барлығының орнымен қолдануды жолға қою керек. Біз қадағалауымыз керек негізі. Оның өзі білімділіктің арқасында болған ғой. Әлбетте. Бір сөзді кім дұрыс қолданады, оның мағынасын түсінген адам дұрыс қолданады. Ал мағынасын ажырата білмеген адам бір-бірінің орнына қолданып кете береді ғой. Қазір мысалы көп адам әпкесінің жолдасында жезде деп атамай-ақ ағам деп айтып кете береді. Шындап келгенде бұл дұрыс емес. Енді ең кең таралған қоғамда талқыланып жүрген мәселе немере мен жиеннің арасын ажырату. Қазақ енді жиенді бұрыннан бері жиен ел болмас деген сияқты жиенге байланысты бірқатар жағымсыз мәндегі қалыптасқан сөздер бар ғой. Бірақ ол жиен ел болмас деп неге айтады? Өйткені 1000 жерден қыздың баласын алып тәрбиелеп өсірсе де, бәрібір оның қаны басқа, руы басқа, елі басқа. Жайдан жай емес қой. Жігіттің 3 жұрты бар деп, өз жұрты деп, әкесінің жұртын, нағашы жұрты деп, үлкен бір елді анасы арқылы байланысатын. Және Құдай қосқан жарының елін қайын жұрты деп қазақ жайдан жай бөліп көрсеткен жоқ. Қорыта айтқанда қазақтың әр сөзінің, әрбір 2 сөздің тең баламалы бірдей бірін-бірі 100%-ға алмастыратын сөз жоқ. Жақсы, Ботагөз Мырзабайқызы, бүгінгі әңгімеңізге көп рахмет. Иә, әр затты, ұғымды, тіпті туыстық атауларды да өз атымен атағанға не жетсін. Мұндай дүниелерге ешкімде немқұрайлы қарамағаны абзал болмақ. Осымен сөз киесі хабарын аяқтаймыз.
Хабарға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті, филология ғылымдарының докторы Ботагөз Сүйерқұл қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал. Музыкамен көркемдеген Ақзер Қазыбек қызы. Әуе толқында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.